Тігін ісімен таныс емес адам аз шығар деп ойлаймыз. Археологиялық олжаларды ескере отырып, тігін ісінің тарихы тастан, сүйектен және ағаштан жасалған инелерден, дәлірек айтқанда, терілерді тесіп өткен бізден басталады деп айтуға болады, ал кейінірек көзі бар инелер пайда болды. Сүйектен жасалған инелерді металл инелер алмастырды. Алдымен қоладан жасалды, олар түйрегіш деп аталды. Содан кейін өткір ұшы бар инелер де пайда болды. Бүгінгі таңда инелер қорапшасында сыған инесін көруге болады. Бұл ұғым қайдан шыққан? Сығандар көшпелі өмір сүрді. Кішкентай инелер жиі жоғалып кетеді. Сондықтан темір ұсташылар ұзындығы 10 сантиметрге дейін жететін үлкен инелер жасады. Мұндай иненің көмегімен қалың матадан киім, аяқ киім, былғары бұйымдар тігуге болатын. Тігіншілердің маңызды құралдарының бірі қайшы. Алғашқы қайшылар 3,5 мың жыл бұрын жасалған және олар шашты немесе қағаз бен матаны кесуге арналған жоқ, олар қойды қырқуға арналды. КСРО-дағы ең үлкен, сенімді және өткір қайшылар Горизонт зауытында жасалды. Олар матаны ғана емес, тіпті мыс парақтарын да кесіп тастай алды. Олар өте өткір болды және басқалардан көміртекті болаттан жасалғандығымен ерекшеленді. Мұндай қайшылардың металға тән өзіндік иісі бар. Сондықтан сапалы қайшыларды иіс арқылы анықтауға болады. Көптеген адамдар тігін машинасын ойлап табуға тырысты. Тігін машинасының алғашқы жобасын 15 ғасырдың соңында Леонардо да Винчи ұсынған, бірақ ол ешқашан іске аспады. Заманауи тігін машинасын жасауға итермелеген негізгі өнертабыс Элис Хоу идеясы, екі жіптің көмегімен тігіс жасау. Мұндай машина минутына 300 тігіс жасады және матаны тек түзу сызықпен тігуге болатын. Ең танымал тігін машинасы Зингер. Исаак Зингер тігін машинасын ойлап тапқан жоқ, бірақ ол сол кездегі модельдерді едәуір жетілдірді. Зингер тігін машинасы киім тігу технологиясын өзгертті. Зингер машинасы сол кездегі басқа машиналардан айырмашылығы матаны корпусқа басатын, табанмен және тігіншілердің қолын босататын аяқ жетегімен жабдықталған. Сонымен қатар ол ұзындығы бойынша шектеусіз және түзу тігіс жасамауға мүмкіндік берді. Тігін машинасының құны $100 тұратын астрономиялық соманы құрады. Кез келген ауқатты отбасы мұндай кереметке қол жеткізе алмады. Зингер ойлана келе ақш-та алғаш рет сатып алу үшін бөліп төлеу схемасын енгізді. Бұл сатып алушылардың көз алдында тігін машиналарының тартымдылығын күрт арттырды. Зингер машинасымен байланысты көптеген аңыздар бар. Мысалы, ежелгі машиналардың кейбір бөліктері сирек кездесетін қымбат металдардан жасалған, немесе белгілі бір сериялық нөмірі бар машина үшін $1 миллион сыйақы беріледі, немесе алтыннан жасалған 300 машина бар. 100 жылдан астам уақыт бойы Зингер тігін машинасы көптеген отбасыларының үйіндегі ең қымбат зат болды. Оны сатып алу үшін олар жылдар бойы ақша жинап, немесе басқа заттарын сатуға мәжбүр болатын. Кейбір сәттерде Зингер отбасындағы жалғыз асыраушы болды. Қиын жылдары аштықтан құтқарды. Зингер Ресей нарығына 1860 жылы кірді. Ресейлік сатылымдардың жетістіктері 1902 жылы Подольскіде тігін машиналарын шығаратын зауыт салуға итермеледі. Машиналарға ресейлік Зингер логотипі қойылды. 1918 жылы Подольск фабрикасы большевиктерге өтті. 1923 жылы КСРО-да Госшвей машина деген атпен Зингердің көшірме машиналары шығарылды. 1931 жылдан кейін машиналар Подольск деп аталды. Подольск тігін машинасын әлі де қолданады. Бұл оның беріктігіне байланысты және оны басқару оңай. Ол қалың маталарды тіге алады.
Дегенмен де технологияның дамуы бір орында тұрған жоқ. Электр жетегі бар тігін машиналар жасалды. Енді тұтқасын бұрау немесе аяқпен қозғап тігудің қажеті жоқ. Енді түзу тігіс қана емес, сонымен қатар зигзаг жасай аламыз. Қазіргі заманғы машиналарда кесте жасауға болатын бағдарламалар орнатылған.